Рахмет, жігіттер, рахмет. Алғыс білдірем, көп рахмет. Рахмет. Сәлем, Джексон Қарадауыл, дұрыс па? Керемет болды. Вау, рахмет, Найзағай Маккуин. Сені басып озам деген арманыма бүгін жеттім ау. Рахмет. Бас қосу ма әлде басып озу ма? Түсіндің деп ойлаймын. Не? Қарадауыл, суретке түсіріңдер. Я, кәне, суретке түсіріңдер, көбірек түсіріңдер. Өйткені мен бір талай уақыт бойы мына жігітті өнеге тұттым. Тым ұзақ уақыт бойы. Солай ғой, ұнатам осы жігітті. Мысын басып тастадым ау деймін. Алдарыңызда Чико Хикстің жүйріксі. Оның жүргізушісі Поршен кубогының экс-чемпионы Чико Хикс. Күлтір. Соңғы жаңалық. Джексон Қарадауыл жеңе мезі қылған Маккуинді шаңғаптырды. Айта кетейін, өзім жеңсем, қаттырақ қуанар ем. Бір жолы жеңгенмін де. Өзім туралы жетер. Алдарыңызда сандар көрсеткішімен ғана болжамдайтын Натали Анықай. Шақырғаныңызға рахмет, Чико. Негізінде статистикалық сарапшы дегенді дұрыс көрем. Келістік. Ана, алай-дүлей алға шыққан Джексон Қарадауыл деген кім? Жылдамдығының сырын неде? Деректерді зерделесеңіз, оның еш құпиясы жоқ. Джексон Қарадауыл жоғарғы технологияны пайдаланатын жаңа буын өкілі. Оның өзгешілігі осы. Тоқта. Мұна жігіт сияқтыларды айтасыз, я? Жарайды. Қарадауыл жоғарғы жылдамдыққа есеп арқылы қол жеткізеді. Мен көрсеткіштерді зерттеп шықтым. Дөңгелек қысымы, күшті игеру, тепе-теңдік, аэродинамикасы. Қарадауыл сияқты жастардың артықшылығы міне осы. Жарыс әлемі өзгеруде. Менің ескі танысым, Найзағай әбден тұпырлап қалады десеңші, солай ма Анықай? Енді кей нәрселерді анық айтайын, Чико. Бұл маусымда бізді талай қызықтар күтіп тұр. Меніңше бұл Джексон Қарадауылдың ықпалы. Алаңға өз бақтарын сынап көру үшін тағы 6 жаңа буын өкілдері шықты. Ал 6 макталман жұмыстарынан болды. Қалайсың, Чем? Тірі аңыздың халы қалай екен? Аңыз әлі жазылып біткен жоқ. Және өтініш мені... Найзағай Маккуиннің өзімен жарысатыныма сен алмай тұрмын. Оның ақтық жарысы ғой. Сөйлей береді екенсің. О, жасыл жалау. Сәттілік тілеймін, Чем. Ол саған қажеті. Қарадауыл мен басқа жас буын өкілдерінің артықшылығы олардың әрбір айналымда жарыс қатарын оңтайлы ұстай білуінде. Жаңа жарыскердің бұл 3-ші жеңісі. Қарадауыл қазір бабында. Оның сыры ультразаманауи симуляторларда жаттығу жасауында. Олар виртуалдық жаттығулар жасайды. Қазіргі жүректерге үлкен жолға шығудың қажеті де жоқ. Қарадауыл жылжу траекториясын шебер қолдана біледі. Қатарынан 4 рет адам сенгісіз. Кедергі коэффициенті 2% төмендеген. Жеңіс деп осынай. Күшті үнемдеу 5%-ға жоғары. Сәтті жетсаң. Жылдамдығы 1,2%-ға артты.